Қайырлы күн баршаңызға. Арданайтин каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әдемі көктем мезгіліне арналған повязка тоқитын боламыз. Осындай әдемі повязканы тоқығыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Мен бұл повязканы осындай Ализалана голд жібімен тоқимын. Бізде бұл 100 грамда 240 метр, 51% акрил, 49% шерсть. Номер 4-ші крючокпен тоқитын боламын. Ең бірінші біз 18 воздушный петля алып алуымыз керек. Осылай бірінші петляны жасап алдық. Ары қарай 18 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне 18 воздушный петля алдым. Енді тағы да 3 воздушный петля көтерем. 1, 2, 3. На крючоктан кейін 3 воздушный 1, 2, 3-еуін тастаймыз да 4-шісіне крючокқа накиділіп, столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Әрі қарай әр петляға столбик с накидом тоқып шығамыз. Осылайынан. Бізде мынау көтерген 3 воздушный петлямыз 1 столбик с накидом болып саналады. Осылайынан бізде 19 столбик с накидом шығу қажет. Міне мен осылай аяғына дейін тоқып шықтым. Менде барлығы 19 столбик с накидом болды. Ары қарай тоқу үшін 1 воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды кері айналдырып, әр петляға 1 столбик без накидадан тоқып шығатын боламыз. Бізде 19 столбик без накида шығу қажет. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Міне мен екінші қатарда тоқып шықтым без накида 19 столбик. Ары қарай 1 воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды кері айналдырып, бірінші петляға мына жерге столбик без накида тоқимыз. Ары қарай крючокқа накид ілеміз. Мына жердегі ең бірінші тоққан столбик с накидом қатары бар ғой. Сол жердегі 3 воздушныйға тиіспейміз. Бірінші тоқыған столбик с накидымға рельефный столбик тоқитын боламыз. Міне осылай 1. Келесі рельефныйдан кейін бізде столбик без накида. Столбик без накидадан кейін қайтадан біреуін тастап, одан кейінгісіне рельефный столбик с накидом. Бұл қатар бізде осылай жалғасады. Столбик без накида. Келесіне крючокқа накид ілеміз да, міне рельефный столбик с накидом. 1, 2. Келесі столбик без накида. Ары қарай столбик рельефный. Столбик без накида. Рельефный столбик. Осы екеуін кезектестіріп, аяғына дейін тоқып шығамыз. Рельефный столбик без накида, рельефный столбик. Міне бізде нерде без накида столбик, одан кейін крючокқа накид ілемізде, келесіне столбик рельефный. Одан кейін столбик без накида. Одан кейін столбик рельефный. Ең соңғы петлямыз бізде столбик без накида болу керек. Міне осылайынан бұл оң жақ беті. Енді 1 воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды кері айналдырып, бізде қарасаңыздар, бұл теріс жақ беті. Теріс жақ бетінде біз ылғи столбик без накида. Әр петляға столбик без накидадан тоқып шығатын боламыз. Ешқандай рельефный бұл жақта болмайды.
аяғына дейін столбик без накида 19 столбик без накида тоқып шығуымыз керек аяғына дейін. Осылайынан. Міне мен тоқып шықтым. Енді ары қарай бір воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды оң жағына қараттық міне. Енді бірінші столбик без накида. Одан кейінгісі бізде міне рельефный. Рельефныйға рельефный тоқимыз. Одан кейін столбик без накида. Одан кейін рельефный столбик с накидом. Ары қарай столбик без накида. Одан кейін рельефный. Аяғына дейін осылай кетеді. Столбик без накида и столбик рельефный. Бізде осылайынан узор шығып жатыр. Міне повязкамыздың оң жақ беті и теріс жақ беті бар. Біз оң жақ бетінде бірінші столбик без накида, рельефный, без накида, рельефный мен тоқып шығамыз. Енді ары қарай теріс жағын тоққан кезде тек қана столбик без накида мен тоқимыз. Келесі қатар бізде теріс жағы бір воздушный петля көтереміз. Теріс жағын аударып, бұл қатарда біз тек қана столбик без накида тоқимыз. Әр петляға біреуден 19 столбик без накида болу керек. Бұл повязканың теріс жақ беті. Тек қана столбик без накида мен тоқылады. Столбик без накида қатарын тоқыдым. Ары қарай бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды оң жағына қаратамыз міне. Бірінші бізде столбик без накида. Ары қарай крючокқа накид ілеміз. Басында алдыңғы қатардағы рельефныйға осылайынан крючокты өткізіп, жұмыс жібімізді тартып шығарып, столбик с накидом тоқимыз. Бұл рельефный столбик. Ары қарай бізде столбик без накида. Крючокқа накид ілеміз. Алдыңғы рельефный столбикқа осылайынан өткізіп, жұмыс жібімізді тартып шығарып, столбик с накидом. Без накида. Қайтадан крючокқа накид ілеміз. Алдыңғы рельефныйға осылайынан өткізіп, жұмыс жібімізді тартып шығарып, столбик с накидом тоқимыз. Бұл бізде оң жақ беті. Оң жақ бетінде ылғи да осылай тоқылады. Бізде екі қатарды айналдырып тоқи береміз. Бір қатарымыз бізде столбик без накидадан тұрса, екінші оң жақ қатарымыз бізде столбик без накида и столбик рельефный. Басқа ешқандай қиындығы жоқ. Осындай қылып, өзіңіздің бас өлшеміңізге қарай ұзындықта тоқып аласыздар, жеткілікті мөлшерде. Ары қарай қалай біріктіріп тігу керектігін көрсететін боламын видеода. Ары қарай осылай жалғастырасыздар. Бір қатар столбик без накида, екінші оң жақ беті осылай столбик без накида, рельефный, столбик без накида, рельефный. Міне мен осылай тоқып алдым өзіме керекті ұзындықта. Ең соңғы қатар бізде теріс жағынан тоқылды, столбик без накида қатары міне. Осымен тоқымамызды аяқтаймыз. Осылай. Ұзындығы 48 сантиметр, ені 11,5 сантиметр шықты. 11,5-да 5. Енді бұлайынан ұзындығы міне 48 сантиметр. Енді біз екі шетін біріктіріп тоқуымыз керек. Ол үшін біз жұмысымызды екі шетінен де осылайынан бірдей етіп бүктеп аламыз. Енді осыны бір-бірінің ішіне осылайынан кіргіземіз. Міне. Осылай әдемелеп біріктіріп аламыз. Бірінші. Сосын кейін әр қайсысын тігетін боламыз. Міне осылай туралап қойып аламыз. Енді төртеуінен де өткізе отырып тігіп шығамыз. Міне бірінші петля, одан кейін екіншісінен, ортадан үшіншісі қалып кетпеу керек. Әр петлядан осылайынан алып, төртіншісі.
төртеуінен де бірдей алып отырып тігеміз. Мына жақтан да әр тіккен сайын төртеуінен де петляларынан өткізіп отыруымыз керек, қалып кетпеу керек. Бірінші жақтікі, екінші жақтікі, үшінші жақтікі, төртінші жақты. Төртеуінен де іліп алуымыз керек иінемізге. Ары қарай осылайынан әр петлядан өткізіп, аяқталғанға дейін тігетін боламыз. Тігісімізді аяқтап болғаннан кейін видеодағыдай етіп түйіндеп аламыз 1-2 рет, сосын жібімізді қиып, алдыңғы қысқа жіппен осы қиған қысқа жібімізді біріктіріп байлаймыз 1-2 рет. Байлап болғаннан кейін жібімізді тоқыманың арасынан өткізіп жасырып қоямыз. Міне бізде көктем мезгіліне арналған осындай әдемі повязка тоқылып шықты. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта қандай видеолармен бөліскенімді қалайсыздар. Келесі кездескенше.